Қазақстан тарихы 8 бөлім 18-19 ғасырлардағы Қазақстанның қоғамдық саяси дамуы. 6 сұрақ. 1714, 1716, 1720 жылдары Ертістің бойына салынған бекіністер. А. Омбы райым, Б. Атбасар Орск, С. Жәміш Өскемен, Д. Қапал Верный, Е. Орск Қызылжар. Дұрыс жауабы С. Жәміш Өскемен. Мұндай бекіністердің салыну себебін Сібірдегі орыс өкімет орындары жоңғар қалмақтарына қазақтардың шапқыншылығынан қорғану үшін, ал қазақтарға жауынгер жоңғарлардың шапқыншылығынан қорғану үшін салынып жатыр деп түсіндірмен болды. Ал шын мәнінде бұл бекіністер патша үкіметінің Ертіс өзені бойындағы жағдайын күшейту үшін өте қолайлы плацдарм еді. Бұл сұраққа жауап беру үшін картаны қолдануға да болады. 8 сынып Қазақстан тарихы Қайыпбаевтың оқулығында 220 бетіндегі картаға қарайтын болсақ, Ертістің бойында 1716 жылдан бастап 1720 жылға дейін Омбы, Коряков немесе Павлодар, Семей, Жәміш, Өскемен бекіністері салынған болатын. 8 сұрақтағы А. Омбы райым жауабы дұрыс бола алмайды, себебі райым бекінісі Сырдария бойында 1847 жылы салынды. Б. Жауабы дұрыс бола алмайды, себебі Атбасар бекінісі 1846 жылы Арқада бой көтерді. С. Дұрыс жауабы болады. Д. Қапал Верный дұрыс жауабы бола алмайды, себебі бұл бекіністер 19 ғасырдың 40-50 жылдарында салынды. Е. Дұрыс жауап бола алмайды, себебі Қызылжар немесе Петропавл 1752 жылы солтүстік Қазақстан жерінде Жаңа Есіл шекара шебінде салынды. Бұл сұраққа жауап беру үшін Қазақстан тарихы 8 сынып Қабылдинов Қайыпбаева 2012 жылы 27 бет 4 параграф 18 ғасырдың алғашқы ширегіндегі қазақ-орыс қатынастары 27 бетте табуға болады. Немесе Қазақстан тарихы 8 сынып Қасымбаев 2012 жылы 5 бетте дұрыс жауапты көруге болады.